Қайырлы күн. Сіздерге қазір осы кітаптың мокапында қалай дизайнды дайындаймыз, оны қалай қоямыз, соны үйрететін боламын. Яғни мокап деген ол сіздер продуктыны шығармас бұрын, мысалы кітапты осы кітап түрінде шығармас бұрын, ол қалай көрінеді екен в реальности. Например, бір кітаптың бетінде деген сияқты сол дайын осы кітаптың мокабы болады онлайн сайттарда. Соған сіздер осылай дизайн жасап алып алдын ала просто соны онлайн түрде қойып көресіздер. Яғни реальный жизньда қалай ол көрінеді екен дегендей. Ол үшін сіздер бірінші дизайн жасап аласыздар. Дизайн жасап алу үшін бізге, егер де телефонмен жасасаңыздар, онда ең жақсы приложение ол студия. Осы студия приложениесіне бірінші кіріп, сіздер кітаптың немесе дәптердің дизайнын жасап аласыздар. Менде студиямен жасалған видеолар көп, YouTube каналымда көрсеңіздер болады. Осылай кіргеннен кейін мен сразу артындағы фон цветін таңдап, лайфхак по тайм менеджмент деп кітаптың атын жазып алдым. Яғни төбедегі слойлармен осылай керекті, например, түстеріңіздің скриншот жасап алсаңыздар, дизайнның сонымен осылай пипетканы тартып алып, артқы фонын өзгертіп, кітаптың жалпы бетінің цветін и текстің түсін осылай осы жерден өзгертіп аласыздар. Енді тек қана осы сөз ғана тұрмасын десеңіздер, белгілі бір смайликтер қоюға болады. Яғни сіздердің жасап жатқан кітаптарыңыздың нақты дизайнына байланысты ғой. Осылай мен лампочканың суретін алғым келді, бірақ та бұл лампочка ана жерде өзгертілмейді, яғни блюр беріп 3D эффект бермейді. Сондықтан осы қайтадан студия приложениесіне кіріп, прозрачный фонда жаңағы біз лупамыздың суретіменен, лампочкамыздың суретіменен, смайлигіменен, то есть сағатымыздың смайлигін алып аламыз мына жерден. Оны PNG файл ретінде тоже PNG3 деген сияқты сайттардан көшіріп алсаңыздар болады, немесе сразу осы жақтан эмоджилардың арасынан тауып алсаңыздар да болады мен сияқты. Осыларды әкеп қойғаннан кейін біз сақтап аламыз бұны. Осы PNG файлда, яғни артында ешқандай фон жоқ, көріпсіздер, шақпақ прозрачный фон. Осыны әкеліп, енді қайтадан жаңағы біз немізге барамыз, дайындап атқан дизайнымызға барамыз. Мыналардың барлығын өшіріп тастаймын. И жаңағы әкелген объектімді қиып қоямын. Кроп дегенге барып, кастом десеңіздер, сағатты бөлек, лампочканы бөлек қиып алуға болады. Яғни екеусін екі түрлі жаққа қоямыз ғой. Осылай қоя салмаймыз дегенде, қиып бірінші лампочканы келіп орналастырамын. Одан кейін бұған кішкене бір ұшып баратқан сияқты эффект беру үшін edit деген басырманы басып, блюрға барамын да, кішкене блюрді ползунокты жоғары тартамын. Одан кейін оны дублировать етіп, тоже бірнеше жерге қойсақ болады. Осылай қойып көрейік. Бірақ меніңше артық болады. Бұларды қазір алып тастаймыз. Edit деген батырманы басып, жоғары жағында удалить десеңіздер, ол өшіп кетеді автоматически. Енді мына жерде біз кропты алып, кастомменен керісінше енді сағатты қиып аламыз. Тоже сағатты алып орналастырып, оны да ұшып бара жатқан эффект беру үшін тоже edit дегенді басып, біз блюрға барамыз да, опаситін кішкене азайтсақ болады, немесе блюрға барып, паузунокты тартамыз да, и осылай бір бұлыңғыр эффекті беретін боламыз. Тоже бұны дублировать етіп, осылай қоя берсеңіздер болады. Яғни сіздердің жасап жатқан, не нәрсе жасап жатырсыз, соған байланысты осылай жазу бола ма, ол басқа файл бола ма, сурет бола ма, осылай қоя берсеңіздер болады өз еріктеріңізде. Яғни дизайнын жасар алдында дизайнер өзі бірнеше оған түзетулер мен жаңағыдай өзгертулер енгізіп отырады ғой. Соңында мен осылай тек қана бір лампочка, бір сағаттың ғана суретін қалдырдым. И осыны енді астына, мысалы, баспаның атын жазсаңыздар болады, немесе жоғары жағына тоже өздеріңіздің аты жөндеріңізді, кітаптың авторының, яғни кітаптың бетінде қандай жазулар тұрады, солардың барлықтарын жазып аласыздар. Мен аяққа Instagram логинін жаза салайын. Тоже астында тұрады олар. Осылай әкеп қоямыз. Енді сақтап аламыз осыны.
Енді біз нақты кітаптың сыртында бұл қалай көрінетінін көру үшін Google-ға барамыз да, 3D обложка деп жазамыз. Сол кезде бірінші осы 3dcoverdesign.ru деген сайт шығады. Қарасаңыздар, ішінде болады без регистрации, без ничего кіре бересіздер. Қарасаңыздар, міне көп 3D тетради, 3 тетради на пружине деген сияқты көп, мінекей. 3D книги, әртүрлі ракурста тұр. Біреу жатыр, біреусі тұр дегендей аяқта кітаптардың барлығының өзіңізге керекті макетін. Мысалы, мына жерде коробканың сырты. Қазір көп курстарды осылай коробка күйімен шығарды ғой, көп қазір инфобизнесмендер. Соның барлығы осы жақтан жасалады. Дизайн, визитканың дизайны, даже шоколадтың сыртына сіздер қалай шығатынын осы жақта бірінші дизайн жасап алып, потом осыларға қойып, сразу жасап алсаңыздар болады. Бұл сайт өте жақсы сайт, без регистрация, без жаңағыдай оплатасыз, онлайн, нағыз тегін сайт. Мен 3D кітаптың, 3D книгінің шаблонын алдым. Қарасаңыздар, мына жерде лицевой части деп тұр, и торцевой части, екі жағы. Жаны мен беті, 950-де 1200 пиксель, 1800-де 180-де 1200 пиксель дейді, керекті. Яғни бізге екі дизайн жасау керек екен, торцевойды да, лицевойды да. Бізде лицевой бар, яғни ол сіздер если 3-4-ке жасай берсеңіздер келе береді размері. Файлы дегенге барып, жаңағы кітабыңыздың дайындап алған PNG файлына кеп қоясыздар. Мінекей менікі қойылды лицевой части. Енді торцевой части жасау керекпін. 180-де 1200 пиксель деген размерін жасап аламыз. Студияға кіреміз бірінші. Негізі осылай дизайнмен жасаңыздар, анық, нақты шығатын болады. Осы размерін үстін басып, қанша керек бізге? 180-де 1200 деп жазамыз. Біріншісіне 180, weight дегенге. И наған 1200 пиксель деп аламыз. Астындағыны ползунокты бассаңыздар, ол автоматически ешқандай өзгермейді. Сразу өздеріңіздің размеріңізді қоясыздар. И қазір мен осы кітаптың түсімен жағын сарыға бояймын. Яғни осы color дегенді алып пипетканы тартсаңыздар, осылай керекті сіздер макеттен түстеріңізді тауып аласыздар. Мына мысалы жаны. Енді бұған кітаптың авторы немесе кітаптың атын жазсаңыздар болады. Өздеріңіз қалай кітапты шығарғыларыңыз келеді, солайша. Тоже логин жаза саламын. Вот. Енді қолдарыңызбен осылай тартып жанға кеп қоямыз. Тоже түсін таңдап оқылатындай етіп жасап шығамыз. Фонттан тексттің шрифтін таңдасаңыздар болады. Color деп, яғни аяқтан галереядан бірінші объект алып келесіз, сосын сол бойынша пипетканы тартып, яғни қандай түс керек сізге, сол түстерді ала бересіздер. Сақтап аламыз. Қазір мына жаққа торцевой часть дегенге выберите файл дегенді басып, файлдың ішінен жаңағы дайындап алған біз файлымызды кеп қоямыз. Потом создать 3D деген кнопканы бассақ, астында в ожидании чуда деп тұр, яғни жасап жатыр уже сайт. Қазір бізге дайын кітаптың мокапын шығарып береді. Мінекей осындай кітап уже бізге дайын болды. Скачать оригинал 1500-де 1500 пиксель дегенді бассаңыздар, уже сіздерге бұл галереяңызға сақталады бұл файл. Үстін басып, осылай скачать изображение дейсіздер. Ал айфондарда бұл сразу сақталады. Потом галереяға барғанда осылай үстін бассаңыздар, артық қара болып, PNG файл түрінде сақталады. Назарларыңызға рахмет. Ұнаса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.